Бүгін Батыс Қазақстан облысы Аманат партиясының филиалы бүкіл өзіміздің әріптестерімізбен бірге сенбілікке шықтық. Бүгін Зашаған кентіндегі Көлтек ауданында қызмет атқарып жатырмыз. Осы істеліп жатқан жұмыстардың бәрі жалпы біздің қаламыздың тазалығы үшін әрқашан оралымыз шарттар болды. Сондықтан біздің партиямыздың белсенділері, біздің партияларымыздың қызметкерлері толығымен бүгін сенбілікке шығып, бүкіл елімізді, халқымызды, Орал халқын біздің сенбілікке шығып, қаламызды таза ұстау үшін тазалауға баршаңызды шақырамын. Қайырлы күн. Бүгін бізде мына Таза Қазақстан акциясы аясында Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының қызметкерлері және де жастар қанаты белсенділерінің қатысуымен Зашаған кенті Бірлік көшесінің бойында сенбілік жұмыстарын жүргізудеміз. Яғни бұл біздің өзіміздің қаламыздың тазалығын сақтау. Бұндай жұмыстар әрдайым өзінің жалғасын табатын болады. Таза Қазақстан акциясы аясында әр сенбі сайын қала тұрғындары болып, жастар болып, белсенді жастар болып, дәл осылай қаламыздың тазалығы үшін көшеге шығып сенбілік жұмыстарын жүргізетін боламыз.